Қазақстан билігі де қазақтарды әдейі аш ұстап отыр. Әдейі айлық төмен, әдейі заттың бағасы қымбат, әдейі Қазақстанда өндіріс ашпайды, әдейі Қазақстанда тірлік дамытпайды, салық жоғары, барлық жерде камера, аңду, үрей, қорқыныш, айыппұл, штраф. Ал әдейі қоғамда әділетсіздікті қанат жайдырады. Әдейі түрмеде, мектепте, балабақшада, армияда педофилдікті жүзеге асырады. Педофилдерді ешқашан жазаламайды. Армиядағы нақақ кісі өлімі, қоғамдағы нақақшылық бәрі ешқашан әділ шешілмейді. Неге? Халықты үрей мен қорқынышпен ұстап отыру керек. Міне қазақтар, көрдіңіздер ме? Дәл қазір қазақтың ең алтын азаматтары Марат Жыланбай, Асқар Сембар, Айгерім Тілеужан, Дума Мұхаммедкәрім сияқты ұлтшыл күрескер азаматтар түрмеде. Ал олардың құқын қорғап, Қазақстандағы адамдық құқықты бұзушылықтарды әшкерелеген Еуропадағы жиында Атажұрт партиясы және Алға Қазақстан партиясы осы қылмыстарды ашып, бүкіл дүние жүзінің назарын аударып жатқан сәтте Қазақстан Бадықова мен оның бұрынғы байының былығын ашып, бүкіл елдің назарын солай аударуға тырысып отыр. Келесі жолы тағы бір әртістің Тоқалы туралы әңгіме болады. Келесі жолы тағы біреуді басқа бір жігітпен ұстап алады. Келесі жолы мүмкін біреуді анашамен ұстап өтірік соттайды. Тағы бір жол, тағы біреуді бір былықтарыменен ұстап, үнемі соларды әшкерелеп, өз ауыздарымен немесе былайынан халықтың назарын басқаға аударып отырады. Алданба қазағым, сен мына зұлым, қанішер, ұры, қарақшы, Назарбаевтық, Тоқаевтық, Құлыбаевтық, мынау орыс құл, Қытай құл жүйені құлатпайынша ешқашан жақсылыққа қол жеткізе алмайсың. Ал бұл жүйеге жұмыс істеп жатқан мына суайт депутаттар, суайт журналистер, мынау жалдамалы қаламкештер, жалдамалы блогерлер, мына қалың әкімдер, мынау министр депутаттар, мынау бүкіл ұлттық қауіпсіздіктің, полицияның, прокурорлардың, судьяның адамдар, биліктің бүкіл тетігі болып отырғандар, олар ертең жазалану керек. Сол үшін сен күреске аттан. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.